لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман қауым, каналыма қош келдіңіздер. Кеңес өкіметі кезінде бір ауылда бір-ақ Құран болған екен. Оның өзі не молданың, не ата-бабасы діндар адамдардың үйінде ғана болыпты. Сондай бір кезеңде мұсылман елінің бір ғалымы Боснияға барған екен. Сол жерде бір жаназаға қатысады. Марқұмды жерлеп қабіріне қойып жатқанда, қабірінен сондай бір керемет мискіттің иісі шығады. Әлгі ғалым адам марқұмның отбасын іздеп барады. Ғалым жұбайынан: "Еріңіз қандай адам еді? Ол кісі қабіріне қойғанда ерекше бір мискіттің иісі шықты" деп айтады. "Соған соның себебін айтып беріңізші" деп өтінеді. Жұбайы сәл кідіріп: "Қожайыным ондай оқыған адам емес еді, бірақ 5 уақыт намазын оқып, жаман сөз айту, жамандық жасауды білмейтін жан еді. Біздің ауылда бірақ Құран бар болатын. Бұл кітап кезек-кезек әр ауылға түнейтін, әр үйге бір күнге ғана берілетін. Отағасы өзінің кезегі келгенде соншама қатты қуанып дайындалатын. Жарты жылда кезек бір келетін, барлық ынта жігермен дайындалатын. Бейне бір өзіне сондай үлкен сыйлық сыйлағандай қылатын. Қуанған адамдай қуанатын. Құран үйге келер алдында ғұсыл құйынып, ең жақсы киімдерін киіп, хош иісті себінетін. Кәлам шәриф қолына тигенде соншама қуанғаны сүйіп маңдайына тигізіп жылайтын. Одан кейін өзі Құран оқи алмаса да, әр бетін ашып сипап құшақтап сүйіп былай дейтін: "Мынау менің Раббымның кітабы, Раббымның сөзі" деп таң атқанша сонымен бірге отыратын. Міне осындай ғана амалы бар болатын деп жауап берген екен. Әлгі ғалым пайғамбарымыздың хадисін келтірген екен. Оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Кімде-кім Алла тағаланы қаншалықты жақсы көретінін білгісі келсе, Құранмен арадағы қарым-қатынасына қарасын деген хадисті оқып берген екен. Сіздің жолдасыңыз Құранды құрмет еткен үшін осы дәрежеге жеткен деп айтыпты. Алла тағала баршамызға Құранды оқып, амал етіп, құрмет жасайтын қауымнан етсін. Құрметті мұсылман бауырлар, бар нәрсенің қадірі жоқ деген керін келтірмейік. Құран ол Алланың кәләмі, Алланың сөзі, Алланың хаты. Біз соны құрметтейік. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.